Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, құрметті ұстаздар. Жаңа тақырыпта әлі өздеріңіз түсіндіріп жүрсіздер ме? Енді бұл жұмысты өзіңіздің цифрлық аватарыңызға тапсыруыңызға болады. Оның көптеген артықшылықтары бар. Біріншіден, сіздің жаңа тақырыпта жай әңгімелеуіңізден балалар жалығып кетуі мүмкін. Тіпті қызықты презентациялар жасап көрсеткеннің өзінде сол жұмыстардың барлығын цифрлық аватарыңыз өзі жасай алады. Өткенде мен Хижен платформасында цифрлық аватарды қалай жасау туралы айтқан болатынмын. Өткен видеода оның сілтемесі төменде бекітілген комментарийда болады. Сол сияқты бүгінгі видеоның да сілтемесі сол бекітілген комментарийда болады. Енді осы цифрлық аватардың жаңа тақырыпты түсіндірудегі мүмкіншіліктерін қарастырып көрейік. Мысалы, мен қазір бір көрсетейін өзім дайындаған сабақтарды. Шыңғыс хан әлем тарихындағы ең ірі империяның негізін қалаушы. Ол 1162 жылы Темүжін есімімен дүниеге келген. Ол бытыраңқы моңғол тайпаларын біріктіріп, 1206 жылы Құрылтайда Шыңғыс хан атағын алды. Осы кезден бастап моңғол империясының тарихы басталды. Шыңғыс хан өте тәртіпті әрі қуатты әскер құрды. Ол әскерін ондық жүйемен ұйымдастырды. Ондықтардан бастап түмендерге дейін. 1207 жылдан бастап ол Сібірді, ал кейінірек солтүстік Қытайдағы Цзинь мемлекетін жаулап алды. Империя шекарасы кеңейе түсті. 1218 жылы ол Жетісуға кіріп, кейін Орталық Азия мен Қазақстанға жорық жасады. Отырар мен Сығанақ сияқты қалалар қатты зардап шекті. 1218 жылға Отырар оқиғасы Хорезмге қарсы соғыстың басты себебі болды. Керуеннің өлтірілуі Шыңғыс ханның ашуын туғызды. 1227 жылға қарай империя Тынық мұхитынан Каспийге дейін жетті. Бұл Шыңғыс ханның әлем тарихында қалдырған өшпес ізі еді. Міне осындай видеолар бар. Мысалы, тағы да бір тақырып көрсетейін сіздерге. Қазақ хандығының ұлы хандары туралы білесіз бе? Бүгін тарихқа қысқаша шолу жасаймыз. Керей хан хандықтың негізін қалап, Шу мен Қозыбасы өмірінде алғашқы мемлекеттің іргесін қалады. Жәнібек хан мемлекеттің беделін күшейтіп, қазақ тайпаларының басын біріктіруге зор үлес қосты. Қасым ханның тұсында халық саны 1 миллионға жетіп, қасқа жол заңдар жинағы енгізілді. Хақназар хан бөлінген қазақ жерлерін біріктіріп, мемлекеттің тұтастығы мен бірлігін сақтады. Тәуекел хан оңтүстік өңірлер үшін күресіп, қазақ хандығының саяси ықпалын айтарлықтай күшейтті. Есім хан Түркістанды астана етіп, ішкі бірлікті нығайтатын ескі жол заңдарын қабылдады. Жәңгір хан Орбұлақ шайқасында жоңғарларға тойтарыс беріп, елді батырлармен бірге қорғады. Міне осындай цифрлық аватарды жасау арқылы өзіңіздің сабақтарыңызды қызықты етіп оқушыларға түсіндіруге болады. Егер де осы цифрлық аватарды сабақта пайдалану әдісі сіздерді қызықтыратын болса, осы видеоның соңына комментарий жазып қалдырып, видеоға қолдау көрсетіп лайк басып отырсаңыздар, келесі аптада осы цифрлық аватарды қалай жасау керек туралы келесі видео шығарылатын болады.